Сұхбатымызды бастаймыз. Бөлісіп, таратып, көбейтіп, Facebook'ке салып, сілтемесін беріп, біздің мына су жаңа каналымызға тіркеліңіздер. Қытай мен батыс санкциядан санкция болып, Пекиндегі Олимпиадаға бойкот болатын болып, дипломатиялық бойкот болып, мынау мәжбүрлі еңбек жобасы Американың сенатында қаралып жатқан осы сәтте Қытайдың екі аяғы бір етікке тығылып, барар жер басар тауы қалмай, шықпа жаным шықпа деп қаржылық дағдарыс ол тұр. Си Цзиньпиннің өзіне Қытайдағы екі газет бір журнал, яғни Қытай азаттық армиясы газеті, Қытай халық газеті және Қытайдың ақиқат журналы, Чуши журналы. Осында Си Цзиньпиннің өзіне қарсы мақала жарияланып, Си Цзиньпиннің Мао заманын тірілтіп, есік терезені тұмшалап, реформаны тоқтатып, қайтадан Қытайды үреймен аштық, жоқшылықтағы Мао заманына қайтармақ болатын, әсіре солшыл, әсіре коммунистік, әсіре радикалдық бағытына қарсы Қытайдың ішкі жоғарғы жігінің өзінде алауыздық туып жатқан осы сәтте Дүкен Мәсімханұлының маған, яғни Серікжан Біләшұлына Facebook'тың мессенджерінде хат жазып, сені өлтірем, тұқым тұқияныңмен өлтірем, 3 балаңды өз қолыммен өлтірем деп жазғаны бұл жайден жай емес. Бұның артында тікеден тіке Қытайдың тапсырмасы тұр. Енді бұл Дүкен Мәсімханұлы туралы біз оның жеке басында ешқандай қақымыз жоқ. Ол шынында ақындығы жағынан кәдімгідей ақын болса керек, бірақ бір өлеңін оқыған жоқпын, баяғыда аудармаларын оқығанбыз. Бұл Дүкен Мәсімханға біз ешқашан тиіскен адам емеспіз. Өмірімізде қолын ұстаған жоқпыз. Сыртынан ғана білеміз. Осы Қытай тану факультетінде Қытай танушы болып жүргенін білгенімізде мырс етіп те қойғанбыз. Себебі жаңағы Омарәлі Әділбегінде, Мұқан Мамытханында, Дүкен Мәсімханында, Рақым Айыбында бұлардың төртеуінің басын қосып домна пеште қайнатып, төртеуінің басын біріктірсең, мен білетін қытайшаны білмейді. Бұлардың менің қасымда бұлар қысқасы қытайша сауатсыз, қысқасы сондай адамдар. Бұлар егер біз бәріміз Қытай тілінен емтихан тапсырсақ, бұл төртеуін біріктіріп бір емтихан тапсырса, мен білетін Қытайдың мақал мәтелі, мен білетін Қытайдың тарихы, мен білетін Қытайдың ескі заманғы өлеңдерінің бұлар маңғарасын білмейді. Бұлар кәдімгі таудағы жабайы қазақтар, Пекинге бұларды сол Құлғытанның тұқымы болғаннан кейін алып барып екі ауыз жаңа атын жазатын сауатын аштырып, сосын өздерінің басыбайлы құлы қылды. Себебі біз сияқты Қытайды өртеп тастаса, күніне қарап мына Қытайдың қандай екендігін айыратын біз сияқты білімі бар азаматты Қытай ешқашан ондай жұмысқа тарта алмайды. Болмаса біз сияқты және менің басқа да бауырларым туралы небір білімді ұлтшыл Қытайдың тарихын жатқа білетін азаматтарды Қытай ондай жұмысқа тарта алмайды. Тартты да өтініш айтты, ұлдар қыздардың біразын білеміз. Оларды Қытай кәдімгі ұлттық қауіпсіздігі Пекинге жаңағы оқытып арнайы, сол Пекиндегі арнайы шпиондарды тәрбиелейтін жаңағы Қытайдың орталық ұлттар институты дейтін институт болды. Жуньяң Минзудашо дейтін. Кейін оны Қытайдың орталық ұлттар, аз ұлттар, этникалық аз ұлттарға арналған Қытайдың орталық үкіметінің аз ұлттар университеті деп өзгертті. Бұл университетте бәрі шпион емес. Бірақ осы университетке сол Қытайдың қолайына жағатын 4 жыл оқиды, арақ шарабын ішіп, қыз-қырқында қырындап жүріп оқиды. Соның ішінде қақпан басатын, жаңағы мәнсапқа құмар, саясатқа құмарларды тәрбиелеп, сол Қытайдағы қазақтар жасайтын аудан облыс аймақтарға мансапқа қояды. Ал оның ішіндегі ең адал берілгендерін Қазақстанға жіберді. Сол Қазақстанға жіберілген алғашқы Қытай идеологиясының жаңағы үгіттеушілері осы Дүкен бастаған сұмырайлар болды. Енді бұл жердегі бұл әңгіме, біз Дүкеннің бұндай сұмырай екендігін білген жоқпыз. Бірақ біздің әңгімеміз атажұрт болып құрылып, біз осы жұмысты бастағаннан кейін ақ басталды. Бұл жаңағы тікелей эфирде жаңағы телефон кеп қалды. Содан біз атажұртты 17 жылдан бастап дүрілдетіп, Қытайда туысы қамалған қазақтардың арызын қабылдап, Қытайда туысы қамалған қазақтарды жылатып еңіретіп видеоға түсіріп, оны ағылшыншаға аударып, қытайшаға аударып, Еуропаның, Американың медиасына жіберіп, адамдық құқық ұйымдарына жібергеннен бастап, бұл Дүкен Мәсімхан, Омарәлі Әділбек, Рақым Айып, Мұқан Мамытхан дейтін Қытай диаспорасы ұйымының басшылары өздігінен бізді іздеп тапты. Алдымен әлеуметтік желіде бізге қоңырау шалып, қорқытудан бастады. Бізді қойыңдар, біз мына Қытаймен сөйлесіп, әке көке,
Ханзу түңжө, теңей қама деген сияқтан өздерінің қытайша акценттері солай бұлар. Бұлар қытайшаның өзін дұрыс білмейді. Анығы керек. Бұлар бар ғой, бір бет мақаланы қытайша оқы десең, енді ыңқылдап 2 күнде оқиды. Мына бір бет мақаланы 2 күнде оқиды. Қатындарын көмекке шақырып, сөздік ақтарып жүр. Бұл қысқасы жарым емес топастары өздері өтіріктен Қазақстанға келіп, жаңағы ит жоқта шош көреді қораға деп, өздерін жаңа интеллигент зиялы қылып көрсетіп, Қазақстанның аңқау халқын алдап, Қытай танушы болып, Қытайдың ақшасыменен жаңағы анаған пара беріп, біздің сұмырай парақор Нұржүйенің парақор билігін сатып алып, сонымен Қазақстан қоғамына сіңісіп алған Қытайдың нағыз жансыз шпиондары бұл сұмырайлар. Содан 17-ден басталды, бізді әлеуметтік желіде қаралау, жалалау, тіке шығып, жаңағы не дейді? Жалаңтөс Бахадур Батыр деген сөзді осы Дүкен Мәсімхан Фейсбугінде тұр, артынан қорқып аттар ашылғаннан кейін оның бәрін жапты. Омарәлі Әділбек бастады, Мұқан Мамытхан, Рақым Айбар, тағы басқа қалың сұмырайларының бірінің атынан бірін ұмытып отырмын. Сол қалың Хуарың Хуача ұйымдары осылар бастады. Біз оған тоқтаған жоқпыз. Содан бұл 2017 жылы июньнің 23 күні бұл сұмырайдың ақпаратын біз Американың Азат Азия радиосына жариялап кеп жібереміз. Азат Азия радиосында жариялағанда бұл содан бірнеше күн бұрын Евразия телеканалына, Қазақстандағы ұлттық Евразия телеканалына сұхбат беріп, Қытайдағы қазақтарға жала жабады. Бүйтеді. Қытай компартиясында мін жоқ, кінә жоқ дейді. Ол жерде қазақтарды ұстап жатыр екен ғой десе айтады. Ол қазақтар өзі кінәлі дейді. Ол қазақтар дейді, Қазақстанды транзитті келете отырып, Сирияға, Орта Шығысқа барып, ұйғырлардың экстремистік, террористік, сепаратистік ұйымдарына қатынасып, Қытай компартиясына қарсы жұмыс жасағандықтан оларды ұстап жатыр, оларды тәрбиелеп жатыр деп, Қытай компартиясының қазаққа қарсы, адамзатқа қарсы қылмысын ақтап, жақтап, судан тұнық сүттен ақып көрсетіп, өзінің бауырын қазағын кінәлі қылып, экстремист, террорист, сепаратист қылып, тұтас миллиондаған қазақтың тұтқындалуына идеологиялық ақпараттық негіз жасап берді. Содан Ұзынқұлаққа қарағанда, оны қай жігіттің айтқанында білеміз, Ұзынқұлаққа қарағанда Қазақстандағы Қытайдың елшілігі сонда істейтін жігіттер арқылы Дүкенге 1,5 миллион юан ақшаны беріпті дегенді Ұзынқұлақтан естідік. Бізде оның аудио жазбасы да бар. Біз бұл ақпаратты сол кезде өзіміз сеніп жүрген Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің жігіттеріне, сол заманда Қыдырәлі Оразұлының тірі құдай болып жат десе жатып отыр десе отырғызатын бір құдайы бар еді, Асқар деген, Алматы облыстық ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі. Ол кезде ол бізбен бірге ұлтшыл жігіт болып жүрген, кейін оның ит екенін кейін білдік. Соған айтқанбыз, Дүкенге Қытайдың Қазақстандағы елшілігі 1,5 миллион юан ақша сыйлық беріпті, бірақ біздің дәлеліміз жоқ, фактымыз жоқ, бірақ бұл сөзді бізге мына жігіт айтты міне деп тапсырып бергенбіз. Ол атанған нәлет, оны Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті мемлекеттік қауіпсіздік деңгейінде ол тақырыпты көтерді ма? Жоқ, оның өзі барып Дүкенге 1,5 миллион беріпсің, маған да 1,5 миллион бер деп, ол иттің баласы барып Қытайдың ит аяғын жалап кетті ма? Білмейміз. Сондықтан шынайы мемлекеттік қауіпсіздікті ойлағандар болса, ол ақпаратымызды тексеруіне болады. Біз ол кезде Қазақстандағы ұлттық қауіпсіздік комитеті шынында қауіпсіздігін ойлайды екен десек, ол Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитет емес, Қазақстан ұлтқа қауіпті комитет екен. Қазақ ұлтқа қауіпті комитет екен. Ұлтымыздың қаупі анау-мынау емес, сол комитеттен келеді екен. Міне, сондықтан мен қатаң түрде қазір мәлімдеймін, ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі есі дұрыс жігіттер, сендер өз еріктеріңмен жұмыстан кетіңдер. Себебі, ертең Қытай коммунистік партиясы құлаған кезде, Ресей ыдыраған кезде Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінде қызметке тұрғандардың біреуі де аман қалмай жазаланасыңдар. Себебі сендер ұлтқа қарсы жұмыс істейтін мекеменің адамысыңдар. Және Нұр Отанның барлық мүшелері, барлық аудандық, облыстық полиция, прокурор, ұлттық қауіпсіздік судья, осындағы және армиядағы лауазымды тұлғалар, түрмедегі қызметкерлер барлықтарға қатаң ескерту. Қытай құлаудың алдында тұр, Ресей санкциядан сансырап отыр. Бүкіл адамзаттық деңгейде коммунизмге қарсы күрес жүріп жатыр. Біздің қазіргі нұриттер, нұрғауын, перғауындар, олар сол коммунистердің қалдықтары, оларда кеше білегіне дейін қолы қанға малынған қанышерлер. Олар сол
1986 жылы желтоқсанда оқ атқандар және оқ атуға бұйрық бергендер, 2011 жылы Жаңаөзенде қазаққа қарсы оқ атуға бұйрық бергендер, олар қанішерлер, оларды жазалайтын күн туады. Сондықтан сендер де естеріңді жиып, лауазымды қызметтерінен бас тартып, жандарыңды сауғалаңдар. Қанша ерте болса, сонша жақсы. Жазадан еш қайсын қашып құтылмайсыңдар.